Олеуім мен сенен қорқытым қатты, әр есебің шығара алмай басым қатты. Өлеуім, 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 өлеуім. Қайнаған қышқыл қорқыныштан буланған, формула ішінде сана жоғалған, күйдіргіш сұйық ақылдан адастырған, кестелер ішінде жанымды қарыстырған. Өлеуім, 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 өлеуім. Жаңа әдіспен шешу екен ғой оңай. Химия изімен олеуім түсінікті және оңай. Жаңа әдіспен шешу екен ғой оңай. Олеуім түсінікті және оңай. Өлеуім, 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 өлеуім. Қараңғы түн арта қалды жолымда, изі бірақ есептердің бәрі түзу, изі бірақ есептердің бәрі түзу. Олейіммен кездесу енді емес күйіну, күкірттің буы бірақ сана таза, химия әлемі енді менің база. Жаңа әдіспен шешу екен ғой оңай. Химия изімен олеуім түсінікті және оңай. Жаңа әдіспен шешу екен ғой оңай. Олеуім оңай. Сәлем қадірлі оқушылар, әлем есептері біртіндеп күрделеніп бара жатыр. Мына назар аударыңыздар. Бірақ дегенмен айтып қояйын, мына есептің шешілуін көріп қорқып кетпеңіздер. Себебі бұның артында менің өте жеңіл әдісім тұр. Сол әдіспен оп-оңай шешіп тастайсыздар. Күкірт ангидридінің массалық үлесі 20% болатындай әлем алу үшін массасы 300 грамм 49 пайызды күкірт қышқылы ерітіндісіне күкірт 6 оксидінің, яғни SO3-тің қандай массасы қажет дейді. Әрине ерітінді формуласын қолдандық, яғни еріген затты ерітінді массасына бөліп 100-ге көбейткен кезде күкірт қышқылының ерітіндісі 300, ал зат несі проценті 49, сондықтан көбейткенде 147 грамм болды. Ал енді суды табу үшін ерітіндінің жалпы массасы 300-ден азайттық 147-ні, 153 грамм су массасы болды. Судың зат мөлшерін таптық, 18-ге бөліп 8,5 мол. 8,5 мол су, 8,5 мол SO3-пен әрекеттеседі, 8,5 мол H2SO4 түзеді. Неліктен? Себебі олардың зат мөлшері бірдей. Ал енді дайын болыңыздар. 8,5 мол SO3-тің массасы, яғни мрге көбейткенде 680 грамм, ал 8,5 мол күкірт қышқылының массасы мрі 98-ге көбейткенде 833 грамм, ал күкірт қышқылының жалпы массасына назар аударатын болсақ, күкірт қышқылы екі жерде бар, мына 147, 833. Оларды қосқан кезде жалпы масса 980 грамм болды. Демек, 980 грамм 80% болатын болса, себебі күкірт ангидриді 20% болатын болса, одан қалған 80% бізде күкірт қышқылы болады. Демек, 80% 980 грамм күкірт қышқылы, ал енді 20% SO3 қанша грамм дейтін болсақ, оның массасы 925 грамм екенін тауып алдық. Енді балалар күрделі ма, білмеймін. Біз үшін, мұғалімдер үшін бұл өте күрделі емес. Енді мынау екінші бір әдісіміз, оған қарағанда белгілеу әдісімен, теңдеу құру әдісімен біраз күрделі, бірақ бұл сенімді әдіс. Бұл ретте жалпы SO3-тің массасын біз 82 деп белгілейміз. Сумен әрекеттесіп жоғалып кететін SO3-тің массасы мына жоғарыдағы 8,5 молды 80-ге көбейтіп табамыз, 680 грамм. Ал алюм құрамдағы SO3 массасын табу үшін біз X-тен азайтамыз 680, яғни сумен әрекеттесіп кеткен SO3-ті. Ал ерітіндінің жалпы массасы болса, су және белгісіз SO3-тің массаларынан тұрады. Бұл бізде 300 плюс 82-ті құрайды. Ал енді теңдеу құратын болсақ, біздегі алюм 20% болғандықтан, мына өздеріңіз көріп тұрсыздар, теңдеу құрып, шешіп, мынандай 925 граммды алуға болады. Әрине, бұл сіздер үшін біраз қорқынышты десем де болады. Бірақ дегенмен мына уайымдамаңыздар, мен сіздерге
сондай бір жеңіл жолмен мына есепті 5 минутқа жетпей шығаратын боламыз. Қараңыздар, демек біз бұл үшін өздеріңіз білетіндей SO3-тің массалық үлесі 122,5 екенін таптық. 80-де 98 болса, 100-де 122,5 болады. Ал енді 20% алюмнің диагоналдағы мәнін тауып алдық. Яғни мына жерде 20% дегендіктен балалар SO3-тің астына 20% жаздық. Сәйкесінше 100-ден азайтқанда 80 күкірт қышқылына тиесілі болып тұр. Ал енді дальше мына 20-ны 1,225-ке көбейткенде ол болды бізде 24,5, ал 80 өз қалпында оларды қосқан кезде демек бізде 104,5. Бұл 20%-дық алюмнің пайыздық концентрациясы. Біз соны алуымыз керек. Демек, алу үшін десе, тағы бір рет қайталайын, оны біз ортаға жазатын боламыз. Демек, бізде ортаға жазылатын санымыз 104,5, бізде 20%-дық алюмнің пайыздық концентрациясы. Ал оны алу үшін бізге не қажет болып тұр? Бір жағынан бізге SO3 қажет болып тұр. Себебі күкірт алты оксидінің деп тұр, иә? SO3 қажет болып тұр. Ал екінші жағынан бізде күкірт қышқылы, яғни 300 грамм 49%-дық күкірт қышқылы ерітіндісі. Ал енді біз олардың сәйкесінше мәндерін қойып жіберейік. SO3-тің мәні 122,5 жоғарыда айтып өттім. Ал H2SO4 49%-дық. Қадірлі оқушылар, мына жерде бірден айтып кетейін. Біз алюмнің проценті берілсе, оны диагоналға қоймаймыз. Оны біз мынандай жолмен пайыздық концентрацияға айналдырып аламыз. Ал күкірт қышқылының процентін диагоналға қоямыз. Тек сол жерін адастырып кетпеңіздер. Балалар, жарай ма? Ал енді азайтамыз. 104,5-тен 49-ды азайтқанда бізде 55,5 болады. Ал енді 122,5-тен 104,5-ті азайтқанда бізде 18 болады. Енді қарайтын болсақ, H2SO4 300 грамм еді. Демек, 300 граммны мына күкірт қышқылының бағанына жазатын боламыз. Ал күкірт алты оксидінің бағанына X-ті қоямыз. Демек, X тең бұл бізде болып тұр SO3-тің массасы. Демек, жалпы массасы балалар, назар аударыңыздар. Бізде 2 SO3 бар, я? Сумен әрекеттесіп кететін SO3 бар. Тағы алюмнің құрамына кіретін SO3 бар. Соның бәрін бір рет мынандай тапсақ, ол мән бізде дұрыс болады. Демек, 55,5-ті көбейтемін 300-ге. Бөлетін боламын 18-ге. Мына жерде кішкене 55,5 әдем болмай қалды, е? Соны әдемілеп жазып жіберейінші. 55,5. Көбейген 300, бөлінген 18. Бұл бізде тең болады екен. Оқушылар, сізде есептеп көріңіздер, 925. Мына жерде көрінбей қалмады ма? Демек, біз таптық, күкірт қышқылын 49%-дық күкірт қышқылы ерітіндісіне қосылатын SO3-тің мәні 925 грамм екен. 925 грамм екен. Мынауды тағы бір жазайын, сіздерге көрінбей қалмасыншы. MSO3 тең болады. 55,5-ті көбейтеміз 300-ге, бөліп жібереміз 18-ге. Тең болады 925-ге. Біз соншалықты күрделі есептерді де мына менің әдісіммен өте оңай, өте қарапайым, жеңіл түрде шығара аламыз. Сол үшін сіздер уайымдамай, мынаны керісінше, наоборот, қайта мынаны көріңіздер, жазыңыздар, үйреніп алыңыздар. Сонымен барлық алюмнің есептерін шығаратын боласыздар. Енді үйге тапсырма, мына есептерді шығарыңыздар және комментарийға жазып қалдырыңыздар. Мен сіздерге мына дұрыс жауаптарын белгілеп бердім, оқушылар. Енді қадірлі оқушылар, бұл есептердің шешілуін аламын десеңіздер, менің алюмге 100 есеп кітабын сатып алыңыздар. Енді шешуге қиналсаңыздар дегенім ғой, менің алюмге 100 есеп кітабымды сатып алыңыздар. Сол кезде барлық мына есептердің шешілу жолдарымен 3-2 әдіспен, оның ішінде әрине менің өзімнің
оңай, жеңіл, қарапайым сол диагонал әдісімде бар. Сонымен шешілу жолдарын үйренетін боласыздар. Содан кейін ұбт-да тек алюм маған келсінші деп ойлайтын боласыздар оқушылар.